Алматының Арбатында бір топ кәмелетке толмаған бала ес-түссіз күйде жатқан жерінен көпшілікті шошытты. Олардың бұл әрекетін тұрғындар бейнежазбаға түсіріп алған. Алматы қаласының балалар омбудсмені Диана Ерланның айтуынша, 2 жасөспірім алкогольді улану белгілерімен балалар қалалық клиникалық ауруханасына жіберілген. Ал кәмелетке толмағандардың бұл заңсыз іс үшін кімдер жауапқа тартылады? Әріптесім әзірлеген сюжеттен білейік. Можете воды, пожалуйста, купить? Что? Вода. Воды надо, сейчас принесу. Да. Что-то болит у тебя? Бұл келеңсіз оқиға кеше осы маңайда болған. Әлі кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер ес-түссіз күйде есеңгіреп қалған. Олар тіпті өздерінің қайда, кіммен екенін де білмейді. Абырой болғанда ересек тұрғындары көріп, оларға көмекке келген. Мынау банктың алдында болды, адамдар көп үйілді, сондай жағдай болды. Бізде енді барып сұраған жоқпыз, не болды деп. Бірақ Арбат тыныш. Біз анда-санда осылай қыдырып келеміз, балаларымызбен жүреміз. Маған біреу маған жіберген осы видеоны. Қадағалау керек, әке-шешесінен басталады бар нәрсе. Меніңше ол химикат какой-то. Соның әсерінен болып жатқан шығар. Қаланың ортасы ғой, бұл жер культурный центр дейді бұл. Бұл жерде қарау керек. Енді анау бұл группаның өзі бір жақтан келген ғой. Біреулер оны не қылғаны, значит. Бұның енді органның тірлігі ғой, бұл органдағы адамдар зерттеп, көріп, біздің жасөспірім келешегімізге балта шауып жатыр ғой. Полиция департаментінің мәліметінше, оқиға орнында 5 жасөспірім мас күйінде анықталған, және оларға тез арада медициналық көмек көрсетілген. Қазіргі уақытта тексеріс жүргізіліп жатыр. Жасөспірімдердің қалай алкоголь тұтынғаны, кіммен бірге болғаны және спирттік ішімдікті қайдан алғаны анықталуда. Полиция кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігі мен тәртібі үшін бірінші кезекте ата-аналар жауапты екенін ескертеді. Жасөспірімдерді қараусыз қалдырған үшін олардың ата-аналарына заңнамаға сәйкес шара қолданылды. Ал балаларға алкоголь сатқандар әлі де іздестірілуде. Олар табылған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 200 бабы бойынша жауапқа тартылады. Жасөспірімдер және кәмелет жасы толмаған балаларға алкогольдік спирттік өнімдер сатқаны үшін 40 айлық есептік көрсеткіште жауапкершілік көрсетілген. Яғни ол егер қайталанса, 2 есе келесі жолы 80 айлық есептік көрсеткішке жауапкершілікке кәсіпкерлер тартылатын болады. Және де бізде қолданса заң бойынша кешкі сағат 9-дан ертеңгі сағат 12-ге дейін спирттік алкогольдік өнімдер сату тыйым салынған. Сол уақытта сатылған болса, жаңа қосымша әкімшілік жауапкершіліктер көрсетілген. Заңгердің айтуынша, қазіргі таңда телеграм арналарда спирттік өнімдерден де сорақы дүниелерді сататындар көбейген. Оның ішінде синтетикалық есірткі, ұнтақ секілді психотроптық заттар бар. Аталған жайт бойынша Ішкі істер министрлігі есірткі саудалаған үшін 12 жылға, ал оны аңдаусызда алған жасөспірім 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылатынын ескертеді. Күләй Ашекова, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.